Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз мәңгілік бала бейне әңгімесіндегі кейіпкерлер. Суретте әңгіме авторы Роза Мұқанова. Ол 1964 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген жазушы, драматург. Байқасаңыздар, кешегі тақырыпта, кешегі сабақта қозғаған Семей полигоны, ондағы атом бомбаларының сынақ алаңы дәл осы Шығыс Қазақстанда еді. Сонда Роза Мұқанова апамыз өзінің туған жеріндегі проблемаларды, мәселелерді өз шығармасында өте жақсы қолданып, тақырыпты аша білген екен. Сабағымызға кірсейік. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Шығарманың басты кейіпкері кім? Негізгі кейіпкер аты көп аталатын шығармадағы кім? Біз өткен сабақта өте жиі қозғадық. Ол оқырманға өзін қалай таныстырады? Өзін кіммін деп айтады? Қандаймын деп айтатын? Есімізге түсіріп көрейікші. О, жарығай, мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз боламын, сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтымын, басқаларға адам емес, адам пейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, мұны Алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Осыдан не түсінуге болады? Осы негізгі кейіпкердің сөзінен осы әңгіменің идеясын анықтауға бола ма? Ойланып көріңіздерші. Бірінші тапсырма. Төмендегі тапсырмалар бойынша жұмыс істейміз. Бірінші, осы шығармадағы негізгі кейіпкер жалпылама алып қараған кезде адам деп қарастыруға болады. Адамдардың тағдыры, адамдардың өмірі. Ал нақты соның ішінде кім деп қарасақ, қыздың өмірі. Қыздың есімі кім еді? Есімізге түсірсек. Енді осы шығарма бойынша кейіпкер бойынша мынадай пайымдауды дәлелдейік. Қыз өссе елдің көркі. Осы пікірді дәлелдеңіздер. Неге бұлай айтылады? Бұл мақал, мақал. Мағынасы қандай? Соны анықтаңыздар. Және сіздерге фактологиялық сұрақ. Қазақ қыз баласын қалай қадірлейді? Оның орны қандай? Оны не үшін қадірлеген? Қалайша қадірлеген? Қалай сыйлаған? Сондықтан да оларға қандай тыйым жасаған? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Және ол тыйымдардың артында қандай мағына тұр, қандай тәрбие тұр, ойланып көріңіздер. Және тағы да сұрақ. Автор Ләйла қыздың тағдыры арқылы не айтқысы келеді? Оның тағдыры не үшін әңгімеге арқау етіп тұр? Нені айтқысы келеді? Мына оқып отырған оқырмандар нені түсінсе екен дейді. Және талқылап ойымызды ортаға салып көрейік. Ал Ләйла туып өскен ауылының жан-жарасы жазыла ма? Ләйланың жан-жарасы жазылған жоқ, Ол не болып еді? Кеше біз шығарманы толық оқыған кезде өттік. Ал оның ауылының жан-жарасы деп отырған не? Бұл бір қарауылдың ғана қайғысы ма? Тек бір ауылдың ғана басындағы қайғы, бір ауылдың ғана жан-жарасы ма? Әлде басқа өлкелерге де таныс жағдай ма? Кешегі сабақпен байланыстыра отырып жауап беруге тырысыңыздар. Екінші тапсырма. Қазір кейіпкерлердің бейнесін ашуымыз үшін филокестесін толтырамыз. Бірінші бағанда сіз не білесіз? Негізгі кейіпкерлер деп отырғанымыз Ләйла мен Ай. Бірі жер баласы, бірі түн баласы. Сіздің идеяңыз қандай? Сіз не ойлайсыз осы кейіпкерлер туралы? Және зерттеуді талап ететін сұрақтар, проблеманың шешілуіне көмектесетін сұрақтар қою. Мысалы, қандай жағдайда олардың проблемасын қалай шешуге болады? Қандай жағдайда шешуге болады?
және шешімдер жоспары. Сіздер қандай шешімдер ұсынасыздар? Осы сұрақтарға қалай жауап берер едіңіздер? Жоспар құрып көрейік. Бүгінгі сабақта осылай тапсырмаларды орындаңыздар. Және ағылшын философы Спенсердің бізге сөзі берілген: бүкіл адамзат баласы азат болмайынша ешкім ерікті бола алмайды. Барлық адам баласы бір-біріне сүйіспеншілікпен қарамайынша ешкімде толыққанды сүйікті бола алмайды. Жер бетінде бақытсыздар байрағы желбіреп тұрғанда ешкімде ерекше бақытты бола алмайды. Осы оймен келісесіздер ме? Осы философтың айтқан пікірінің осы әңгімеге қатысы бар ма? Қандай байланысы бар? Ойланып көріңіздерші. Және үшінші тапсырма: Ләйланың монологын жазып көріңіздер. Ай астында армандар алдамайды дейді. Осы тақырыпта қысқаша монолог жазып көріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта не қызық болды, не қиын болды, не оңай болды. Сау болыңыздар.